Шынайы бақыт. Даңқы жер жарған бір шайқы мүритін ертіп сапар шегіпті. Қыс мезгілі, күн суық. Кірпігіне қырау қатып, дірдектеп, екеу әрең келеді екен. Аузы мұрнынан шыққан демнің буы бұрқырап, ұстазы сөз бастапты. «Әй, мүридім, шынайы шаттықтың не екенін білесің бе?» депті. Шәкірт басын шайқайды. Егер біреудің жүрегі адамзаттың игілігі үшін риясыз дұға ете алатын дәрежеге жетсе, бұл бір Құдайдың берген бақыты. Бірақ шынайы бақыт емес. Осыны көкейіңе түртіп ал, деді. Біраз жол жүрген соң: «Әй, мүрит, мынаны да есіңде сақта. Егер біреу аурудың бәрін емдеп, соқырға көз, мылқауға сөз сый алатын құдіретке жетсе, тіпті өлгенді қайта тірілте алатын мұғжизаға ие болса, бұл бір Құдайдың берген бақыты. Бірақ шынайы бақыт емес», деді, сапарын жалғай берді. Екеуі тағы да тау тасты артқа тастап ұзақ жүрді. Бір кезде ұстазы: «Әй, мүридім, мынаны да кеудеңе түйіп ал. Егер біреу бүкіл тілді меңгеріп, ілім-білімнің бұлағын тауып, содан қанып су ішсе, бұл бір Құдайдың бақыты. Тіпті болашақты болжай алатын, адамзаттың өткен шағын көре алатын көріпкелдік қасиетті меңгерсе де, ол бір Құдайдың әлгі момынға берген фазылы деп ұқ. Бірақ шынайы бақыт емес», деді. Сосын үнсіз жүре берді. Біраздан соң тағы да шәкіртіне бұрылып: «Егер біреу күллі періштенің тілін үйреніп, аң-құстың сөзін түсініп, орман судың сырын білсе, бұл да Құдайдың берген бақыты. Бірақ шынайы бақыт емес», деді. Сапар әрі жалғасты. Сүт пісірім уақыттан соң ұстаз шәкіртіне: «Әй, мүрит, мынаны да жадыңа тоқы. Егер біреу хирка киіп, дәруіштік жолға түссе, аузына дуа бітіп, жұртты Құдайдың іліміне иландыратын құдіретке кенелсе, бұл да Құдайдың әлгі момынға берген бақыты. Бірақ шынайы бақыт емес», деді. Осы кезде шәкірті шыдай алмай: «Тақсыр, сонда қалай? Бұл кереметтің ешбір шынайы бақыт болмаса, абзалы қайсы?» деп сұрады. Ұстазы: «Тыңда, шырақ, қақаған аязда аяқты әрең басып, қарны аш, киім су, күш-қуат сарқылып, діттеген жерге әрең жеткенде, бізге адам екен деп ешкім қарамаса, есік ашып жылытпай, ас беріп қуантпай, өңшең қаңғыбас, өтірік іліммен елді алдап пайда таппақсыңдар ма, жоғалыңдар деп таяқтап қуып шықса, міне бақыттың есігі сол кезде ашылады. Бұларға Құдай айтқызып отыр деп, біз бұл іске сабырмен қарап, қарнымыз ашқан, денеміз тоңған күйі таң атқанша далада қалсақ та, еш қайғырмай, ешкімді кінәламай шыдап берсек, міне шынайы бақыт осы», деп жауап беріпті.